Қайырлы күн ұстаздар, өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна. Бүгін сіздерге дәл осындай бауырсақ ертегісінің көрнекілігін қарапайым PowerPoint бағдарламасында қалай жасау керектігі туралы үйрететін боламын. Тек қана көрнекілік емес, сонымен қатар QR кодтары да көрсетілген. Ендеше бұл көрнекіліктің жасалу жолын тегін меңгеру үшін видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Енді біз өзімізге қажетті ертегілердің көрнекілігін жасау үшін әрине интернетке жазамыз. Көп жағдайда орысша жазсақ болады, мысалы репка ертегісі деген секілді. Мен қазір бауырсақ ертегісін жасағалы жатырмын. Бауырсақ ертегісі деп жазып, картинки бөліміне өтемін. Осы кезде түрлі суреттер шығады. Осы жерден сапалы суретті таңдаймын. Мысалы, мына сурет маған ұнап тұр. Копировать картинку қылып, қарапайым жаңағы PowerPoint-қа келіп орналастырамын. Содан кейін кішкене мына жерде масштабын терезенің кішірейтіп алып, ортаға қарай әкеліп қоямын. Алдымен мен осы слайдтың размерін А4 етіп жасап алуым қажет. Ол үшін картинканы белгілемей отырып, конструктор бөліміне барам. Жоғарда конструктор бөліміне барып, размер слайда деген жерден настроить размер слайда, және де ширина деген жерге А4-дің бізде размері 29 болады, және де высотасы 20/7 болады. Осылай етіп жасаймын. Окей, развернуть деймін. Сол кезде міне А4 форматында бізде размеріміз шықты. Енді кішірейтіп осылай қоямын. Шетіне қарай жақындатпаймын. Одан кейін мен осы картинкама кішкене обрезка жасаймын. Формат рисункаға барамын. Картинканы белгілеп тұрып, обрезать по фигуре деймін де, мына жерде ең соңғы фигураны таңдаймын. Осы кезде шеттері осындай етіп жиегі шықты. Бұл жиегін мына жердегі сары нүктені қозғау арқылы осылай етіп, былай етіп кішкене кішірейтуге болады. Мен кішкене осылай етіп қоямын. Қатты былай жасамаймын. Кішкене осылай шет жағын кішкене доғалдау қыламын. Және де осы картинкамның шетіне граница рисунка қоямын. Яғни кішкене контур беремін. Оны осы жердегі түстерден таңдасаңыз болады, немесе другие цвета контура деген жерден, мысалы жасыл түсті таңдаймын, және де ол қатты білінбей тұр, сондықтан мында граница рисункаға барып, толщина деген жерден, мына жерден кішкене үлкейтіп аламын. Мына 6 деген бар, немесе другие линии дегенге барып, кішкене мынаны үлкейтсеңіздер болады. Мысалы, былай етіп, одан да 6 емес, мысалы 8 қылып қойсақ болады. Сонда қалың бізде осы жиегі пайда болады. Енді мына жерге әкеліп мен ою өрнек кішкене орналастырамын. Ол ою өрнекті мен копировать етіп алып дайындап қойғанмын. Сіз өзіңіз интернеттен қарап дайындап қойсаңыз болады. Осы жерге әкеліп, мында удалить фон деген бар. Кейбір жерлерін сохранить ету арқылы артындағы фон удалить етіп тастап, осы фигураны әкеліп, мына жерге бұрып орналастырамыз мына жиегіне. Және осылай орналастырамыз. Орналастырдық. Енді копировать етіп алып келіп, екінші жиегіне қарама-қарсы орналастырамыз бұрышына. Оны да бұрамыз. Және де мына жасыл жиегін осы ою өрнек орналастырдық қой, соның түсіне сәйкес етіп, розовый цветке де орналастырсақ болады. Осылай, сол кезде кішкене түстер сәйкес келеді. Енді вставкаға барып, word art дегеннен жазу жазамыз. Мысалы, бауырсақ ертегісі. Бауырсақ ертегісі. Және жазып болғаннан кейін оның әрине біз шрифтісін өзгертеміз. Мында менде әдемі шрифттердің барлығы осыған дейін қондырылған. Міне осындай етіп, және оның түсін кішкене өзгертемін. Осылай етіп, осылай қойып қоямын. Және мына жерге QR кодын қойсам болады. Енді мен кәдімгі интернетке кіріп, бауырсақ ертегісі деп жазамын. Бауырсақ ертегісі деп жазып, бауырсақ ертегісінің енді QR кодын жасау үшін бауырсақ ертегісі деп жаздық. Осы сайтта жарияланып тұр екен. Осы жоғарыдағы сайттың адресін копировать етіп алып, QR код генератор деп жазсақ, көптеген QR код жасайтын генераторлар шығады. Осының ішінде өзімізге ұнаған біреуіне кіреміз. Мысалы, типы QR кодым, яғни QR дегенге кіреміз. Осы жерден біз ссылка дегенді басамыз, және мында біз өзіміздің жаңа копировать етіп алып келген ссылкамызды қоямыз. Міне, осыдан кейін біз өзімізге қажетті түрін таңдаймыз. Мысалы, мынау
мынандай болуы мүмкін, мынадай болуы мүмкін. Мысалы, мына түрі ұнап тұр маған. Скачать QR код дегенді басам. Міне скачать етілді. Бізде міне загрузки бөлімінде осындай QR код дайын болды, бірақ оның артында ақ фон тұр. Енді осы ақ фонды өзгертіп алу үшін удаление фона дейміз. Жалпы оны слайдта да жасауға болады, презентация қойып отырған жерде де жасауға болады, бірақ ол жерде енді QR код болғандықтан кішкене қиындықтар шығуы мүмкін. Сондықтан осы remove.ai деген сайтқа кіріп, осы жерден QR кодымыздың артындағы фон алып тастаймыз. Міне осы жерде артқы фонын алып та download деп скачать етіп аламыз. Және де осы фоны жоқ QR кодымызды әкеліп, жаңағы слайдымызға келіп орналастырамыз. Осы жерге әкеліп қойды. Осылайша оқушыларға бауырсақ ертегісінің суретін ұсыну арқылы QR кодпен оның толық мәтінін ұсына аласыз, немесе бұл жерге YouTube-дағы нұсқасын тікелей салып қойсаңыздар болады. Әрі қарай осылай бірнеше картинкаларды қойып, басқа да ертегілерді топтастырып жасап, сынып бұрышына іліп қойып, оқуға құштар мектеп аясында бір бұрыш жасап алуларыңызға болады. Сонымен бүгінгі ұсынған ертегіден көрнекілік жасау сізге ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырыңыз, кәделеріңізге жарасын.